Сәлем құрметті тыңдарман. Қазақша контентті бағалап кетеді деген үмітпен сіздерден қолдау күтемін. Арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Рахмет. Әртүрлі кейіпкерлер туралы әңгімені тыңдап отырған досым, неге сенбейсің? Өмір болған соң бәрі де болады. Әр оқиғаның өмірде өзіндік прототиптері бар. Мысалы, менің басымнан өткен оқиғаны айтсам, оқырман тұрмақ сен де сенбейтін едің деп өз басындағы жағдайды баян етті. Менің қазіргі өмірімді көріп, ешкім еш уақытта сондай болды деп ойламасы анық. Ойып отырған отбасым бар. 2 баланың әкесі, үлкен шаруа қожалығының иесімін. Қалтамда табақтай 2 дипломым да бар. Өзің білесің, ата-анам ерте жол апатынан қайтыс болғаннан кейін нағашы атам мен әжемнің тәрбиесінде болдым. Анам күлпаш нағашыларымның жалғыз қызы болған, ал әкемнің үйінде 4 ұл. Бірақ олар бір-біріне өте суық еді. Мені асырап алуға ешқайсысының құлқы болмады. Осылайша ата-әженің тәрбиесін алып, сабақты жақсы оқуға тырыстым. Өзің көргендей, мектептің озат, беделді оқушыларының бірі болдым. Атамның денсаулығы күрт төмендеп, мен 8-ші сыныпқа келгенде қайтыс болды. Сопиып, бір-бірімізге тірек болып, әжем екеуміз қалдық. Оқу бітіргеннен кейін мен университетке түстім. Сол уақытта сендер менен біраз көз жазып қалдыңдар. Негізі стипендияға ілігу үшін күні-түні кітаптан бас алмадым. Арманым оқу бітіріп, әжемді қасыма көшіріп алу еді. Сол уақыттары аумалы төкпелі заман еді. Қымбатшылық етек алып, барлығы талонмен берілетін болған. Әжемнен ақша алмай өз күнімді өзім көруге тырыстым. Жаз уақытында студенттердің отрядымен ақша табу мақсатында жұмысқа баруды шештім. Осылайша бізді бастап апарған факультет деканының тәрбие жөніндегі орынбасары Зәуре есімді мұғалімнің оң қолы болдым. Сол кездері ол кісі менен 17 жас үлкен еді, бірақ өз жасынан өте жас көрінетін. Естуімше, бір профессордың әйелі болған. Кейіннен профессор қайтыс болып, жалғыз қалған екен. Жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі, сылқылдап күлгені барлығы жас қыздарда еді. Бұрын қыздарға онша мән бермейтін едім. Кейіннен Зәуре апайыма ерекше қарайтын болдым. Ол кісі де мені өзіне жақын тартып, үнемі қолдап жүретін. Осылайша бір ай ішінде ол кісіні жақсы көріп кеттім. Сырттай ғашықпын. Ол сезімді Зәуре апайымыз байқайтын сияқты. Үнемі бір сылтау тауып қасынан табылуға тырысамын. Кешке жастар арасында болатын дискотекаға да бармай, Зәуре апайдың қасында ғылым жайлы әңгіме басты, соңы махаббат жайлы да болып кететін еді. Келген соң мен бірден ауылға әжеме тарттым. Бір ай ауылда болып, әжеме болысып, каникул күндерім өте шықты. Ойымнан Зәуре мұғалімнің қылықтары кетер емес. Сол кезде 2-ші курс студенті өзімді ересек санап, Зәуре мұғаліміме өз сезімімді білдіруді ұйғардым. Қатарлас қыздар мені еш қызықтырмады. Оқу басталып кетті. Зәуре мұғалім де бір сылтаулармен мені өзінің кабинетіне жиі шақыратын болды. Шақырса құстай ұшып жетіп барамын, қасынан кеткім келмейді. Тағы да бір жұмыстар шықса екен деп армандап тұрамын. Сүйікті мұғалімімнің қасынан бөтен ер азамат көрсем, өзімше еркек болып қызғанатынды да шығардым. Ойлағаным бір күнде орындалып, Зәуре мұғалім маған өзінің саяжайының жұмыстарына көмектесуімді өтінді. Жатақханада бос жатқан жігіт үшін бұл деген таптырмас ұсыныс емес пе? Мен саяжай жұмыстарын реттеп, апайым тәтті тағамдар дайындап, кешкілік мерекелік дастархан жайылды. Ортаға қымбат коньяк та келді. Спирттік ішімдік ішіп көрмегенмен қыза бастадым. Ақыры қызып отырып, ұстазыма сүйетіндігімді айтып, ерніне сүлікше жабыстым. Апайым да қызып алса керек, еш қарсылық танытпай құшағыма құлай кетті.
Мен сол күні алғаш рет төсекте еркек болдым десем де болады. Қыздардың қолынан ұстаудан аспаған маған төсек ләззатының мұндай кереметі ерекше көрінді. Бойда қуат тасып тұрған жас жігіттің қасындағы әйел адамға ұйқы берсін бе. Осылайша біз махаббат майданын бастап кеттік. Сабақтан шыққан соң бірден апайымның үйіне тартамын. Қалтамда өзімнің жеке кілтім де бар. Таза киім, мол тамақ, рахат өмір арқасында менің күйім де жақсарып, біраз толдым. Сол үйдің еркегіне айналдым. Апайым да күннен күнге жасарып барады. Сабақтан қалмаймын, оқуымды жақсы оқып жүрдім. Топтастарым менің апайыммен ара қатынасымыздан бейхабар. Сезгендерге алыс туысқаным деп қоямын. Зәуре апайым Мәскеуде оқығандықтан орыс құрбалары өте көп. Бір күні Мәскеуден Анна есімді құрбысы келді. Үшеуміздің көңіл көтеріп, ақыры соңында мені Ольга Зәуре апайымнан сатып алды. Сатып алды деген сөз құлаққа түрпідей тиетінін білемін. Яғни жас жігітпен төсектес болғысы келген Аня Зәуреден мені сұрайды. Құрбысының көңілін қимаған апайым мені көндіру үшін саған ақша төлейді, әжеңді ойласаңшы демесі бар ма? Қызып отырып, бұл ұсынысты мен қабылдадым. Осылай бастаған сату жұмысы ары қарай жалғасын тапты. Шынын айтсам, Зәуре апайым маған клиент жинап қоятын болды. Мен де төсекте әккі серік бола білдім. Клиенттердің барлығы 40-тан асқан, тіпті 50-дегі орыс қазағы бар әйелдер. Сабаққа баруды да азайттым. Ол жағында Зәуре апайым реттейді. Осы қызметімді жасап жүріп оқуымды аяқтағанша біраз қаржы жинап алдым. 2 жылдай осындай қартаң, бай әйелдердің төсекте тілін тауып, қаржымды жинап басқа қалаға тайып тұрдым. Ол кезде есейгенім бе, Зәуре апайыма деген махаббатым да өше бастаған. Жинаған қаржыма ойланбастан мемлекеттің сатылып жатқан асхана дүкендерін сатып алдым. Осылайша бизнес әлеміне еніп кеттім. Әже мен үйленетін жылы көз жұмды. Болашақ жарыма да басымнан өткен оқиғаны жасырмай айтып бердім. Өткеніңе өкінбе, сенің өткен өмірің мен үшін маңызды емес деп әйелім барлығын дұрыс түсінді, деп досым өз әңгімесін аяқтады. Естімеген елде көп дегендей, мен бұл әңгімені естіп, есеңгіреп отырып қалдым. Бәлкім, шараптың буы болмаса, досым бұл басынан өткен жағдайын айтпас та еді. Қаншама жандардың басында біз білмейтін шытырман оқиғалар бар шығар.